Қазақстан шетелдік инвестиция бойынша орталық Азияда көшбасшы ма? Жалпы көлемі қанша? Ұлттық банк не деді? Осы және өзге де сұрақтар сәлден соң. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Хей, тақырыпты бастамас бұрын каналға жазыл. Күн сайын жаңа зерттеулер мен факт-чекингті жіберіп алма. Өтірікпен бірге күресейік. Үкімет отырысында Алмас Айдаров мынандай деректі атап өтті. Шетелдік инвестициялар ағыны бойынша Қазақстан 46% үлесімен орталық Азияда бұрынғыша көш бастап тұр. Ұлттық банк мәліметінше Қазақстанға тартылған тікелей шетелдік инвестиция 3,1 миллиард долларды құрады. Біріккен ұлттар ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясының баяндамасында 2021 жылы орталық Азиядағы шетелдік инвестицияның көлемі шамамен 7 миллиард доллар болған. Яғни аймаққа тартылатын инвестицияның 45,3% Қазақстанға тиесілі. Орталық Азиядағы тікелей шетелдік инвестициядағы Қазақстанның үлесі 50%-тен де көп болуы мүмкін. Ұлттық банктың мәліметі бойынша 2021 жылы тікелей шетелдік инвестиция 23,7 миллиард долларға жеткен. Енді келесі мәлімдемемен таныссақ. Соңғы 5 жыл ішінде біздің еліміз жыл сайын 20 миллиард доллардан аса инвестиция тартуда. Жаһандық пандемия салдарынан 2020 жылғы ерекше жағдайға байланысты әлемдік инвестициялар ағы 35%-ға азайды. 2021 жылы инвестициялық ағындар қалпына келіп Қазақстан 23,7 миллиард долларды тарта отырып 37,7 болатын өсім көрсетті. Ұлттық банк мәліметінше 2020 жылды қоспағандағы соңғы 5 жылдағы Қазақстандағы жыл сайын 20 миллиард доллардан астам тікелей шетелдік инвестиция тартты. Біріккен ұлттар ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясының дерегіне сәйкес, пандемия салдарынан әлемдік инвестицияның ағыны 2020 жылы 35%-ке азайғаны рас. Ал 2021 жылы Қазақстан тікелей шетелдік инвестиция 23,7 миллиард долларды құрады. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 37,7%-ке жоғары.